метр қазір герметичность бар. Мына түсіп жатыр ма, қазір уже герметичность жоқ деген сөз уже. Көрдіңіз бе? Түсіп жатыр. Жерден жіберіп тұрған сөз. Мына қазір жіберіп тұрған жоқ, көрдіңіз бе? Герметичность бар. Осылай манометрді тексересіздер. Системадан көрдіңіз бе? Қосылған кезде мынадағы система мынау бекітілген кезде бәрі системасы бекітіледі, сол кезде қысым пайда болады. Мына жерде насос бар, мынау насоспен қысқан кезде қысым береді бұған. Қысым бергеннен кейін қысым мына жерге алады. Мынау аппарат сол қоймыз, мынау проверяемый круг қоймыз. Үстінде қойып, үшін жай системаны босатамыз. Кім? Мына жерде термометр технический тексеру үшін калибратор температураны қазір қолданайық деп тұр. Европа 6 деген. Бұл минус 45 градустан плюс 150 градусқа дейін тексеру. 450 градусқа дейін тексеру. Оны қазір қосып көрсетейін сендерге. 30 градустан бөліп тексерейік қазір. Қаншаға тұрсаңыз? Şimdi biraz nagret edip temperatürü. Но қазір 26 градус фактически. Но қазір задавать температуру. 30 градус қазір қойсақ, бұл соған алып қарады. Балалар жалпы өлшеу жүйесінде өлшеу қателігі деген түсінік бар. Яғни ол өлшеу қателігі жаңа мысалға өлшенген заттың несін нақты өлшемін анықтау үшін оны формулаға салып есептеу керек. Мына жерде бізде мысалға әр оборудованияның құрал жабдықтың өзінің өлшеу қателігін өлшейтін өзінің оборудованиясы бар және формуласы бар. Бұл жерде мынау біздің манометріміз. Манометр технический деп айтылады бұл. Бұның тексеретін несі құрылғысы манометр грузопоршневой мен манометр технический тексереміз. Өйткені бұның класы жоғары, мынаның класы 1,5, мынаның 0,05. Мынаны тексеру үшін, 0,5-ті тексеру үшін, 1,5 тексеру үшін 0,05